Эне багың берди жемисин, бала кыранышыңга шыкса болгунду. Мунун баары аке сенин жеңисиң. Анашымды отургузуп жаныңа, той берейин салып ала ханыма. Эй адамдар шүкүрчүлүк этиңдер, муну өмүрдө акелериң барына. Тек акелер сендер гана ылайыксың, хан сарайы патша тагына. Тек акелер сендер гана ылайыксың, хан сарайы патша. Аяқ свечкин жағасында үресің, қазіргі свечкин жағасында күтесің. Сөйлі көріп қой. Қосымда шаттырайын. Үстінде жазу бар екен. Асқарқал әкеміздің 70 жас мерейтойы құтты болсын. Ақ мамамызбен бақытты болсын дейді. Қымбат свечка ойын әй жағатын. Ей, бұл сөйлейді папа. Әй жағын. Musubi ki kalmış, birisi kalak gibi olur. Bu canım şimdi bozulmuş zaten. Al benim su içkisi alayım da. Babamızın, anamızın bugün 70 yas mereytoyu kutlu olsun. Babamla iki öpüyle kol ustasın. Çocukların ben birazına baktım o eşikte. Böyle kesin eşik. Böyle kesin böyle. Çocukların ben birazına baktım oldu. Sabah bunu satırayım. Şimdi şey
көршілер деп жатырмыз. Қош келдіңіздер баршаңызға. Бүгінгі құрма, бүгінгі қуаныш құтты болсын. Осы ағамның шығып жатқан жасына, осы жастарды сендерден шығыңдар деген тілек айтамыз. Ал папа, өзің бастап бер. Ассалаумағалейкум, тойшы қауым. Мына сатқа жастарым деп жатыр, құрдастарым деп жатыр. Бұл сатқа 19 жасында оқуды бітіріп жетіп келгенде менімен бірге жұмыс жасағанбыз. Содан бері қарай мен 51 жыл болыпты. Билетістер өте жақсы жолдас болып бердім әліге дейін. Мына Нәзір деген менің естес қарындасым еді. Сол балаға тұрмысқа құрды. Соның бәрінде біз солай осы уақытқа дейін келе жатырмыз. Екеуміздің мамамыз Жетібайдан дос болып, мынау немерелерімізді ертіп алып 26-26 микрорайонның артында марқұмдар екеуі тілек болсын немерелеріне. Анау қалада бұл уақытта болмайтын артында үйлері. Сол жаққа сол жүретін екеуі мына қаздың балдары сол ертіп мына немерелерді мына балдардың екен. Содан бері мінекей Сәкен 70-ке шықты, мен 73-ке шықтым осы жылы мартта. 50 жыл сол епежекеде жұмыс істедім. Сәкен бірінші келгенде келді, содан кейін бұны армияға шақыртты. Содан далаға бір шығып келейінші деп, Сәкенді біз алып соқтың, үйірін үстіп дейіп 600 км, 700 км соған барып келдік. Содан кейін армияға кетіп қалды, 2 жыл армияда болып келіп, артынан қайтадан жұмысқа келдім. Содан отбасын, мамаларын, інілерін бәрін көшіріп беріп, ағалары бар. Содан бері қарай Жетібайда болдық. 82 жылдан бері Ақтауға көшіп, Ақтауда жұмыс жасадық бірге. Өте күшті, міне жаңа айтып жатыр, бәрі сәбенің жақсы жақтарын. Мен де сондай мақтаймын. Осыған дейін қазақта бір мақал бар ғой, ишша деген жоқ бізде. Біз осы уақытқа дейін бір ауыз сөзге келіп тұрған жоқпыз. Құрметті ағама, өте сыйлы. Балаларымыз менің келінім Беріштің қызы, қолымдағы. Сәкенге сәлем етеді. Айтам енді, бұл Беріш қой, мен адай жары, кешке жарымын, Мұрат. Бұның келіні маған жем болып келеді. Мысалы, міне Туманыстан отырған жерде. Маған сәлем етеді. Мен айтам, сәлем етпей қой деп. Оның бәрі осы ата-анасының сыйлағандық, екеуміздің достығымыз, сол осы құрметтеп, сондай балалар жаңағы содан ойды ойлаймын. Ал Сәкен 70 жас құтты болсын. Міне жақсы сөздерден естіп жатырмыз. Бәрі тумаластарым, құдаларым, қош бар дейтін жерде де, оның аржанда да бәрінде де жүрді қой. Сояқтан келіп отырған, Атыраудан келіп отырған достарым, сосын жерде баяғы менің Жетібайда інілермен бір оққан іскерлер, ана інілердің бәріне де рахмет келіп, амандасып жатыр аға деп, мана бәрі баяғыда сау болсын, бәріне де дендері сау болсын, тойда келіп жүрсін. Ал енді алыстан келіп отырған бір қызымыз бар, өзіміздің ұзатқан, ол да аман жүрсін бәрінде де. Осы Сатқалидің інілерді менің өз інілерімде болған бәрі өте күшті жақсы көремін. Осы аға деп өте күшті сыйлайды. Рахмет бәріне де. Тойларын тойға жайлыға ұстай берсін. Осы той жасап, папасына той жасап беріп отқан келін балдар, қыздары, тумаластарының бәріне рахмет. Тойымыз тойға жалғаса берсін. Сәке, достығымыз айырылмасын. Алланың берген осы алдымыздағы өмірімізді жақсы, осы бұрынғыдай татулықпенен алған сөре берейік балдардың алдында. Рахмет сіздерге. Мынаудің жиегі бар екен, алыстан ат тербетіп келгеннен соң самолеттің уақыты болып қалып, билетімді қалтамда ұшатын дейді, соң кішкене регистрацияға берейін деп, келін айтып кетейінші нағашыма деп ұсыныстаған екен. Қош келген жиен, аман есен ауылға жетуге үшін жеткен жеттеспіз. Әмін рахмет. Ағалар кешім сұрайын, алдан шығып. Ассалаумағалейкум, құрметті тойшы қауым. Бүгінгі нағашымыздың 70 жас мерейтойына баршамызда барлығымызды қош келдік, қош көрдік. Енді Сәкен ағашына бүгінгі толып жатқан 70 жас мерейтойы құтты болсын. Деніңіз сау болсын, ғұмырыңыз ұзақ болсын, Алланың берген жасын жасаңыз. Назгүл апамыздың жеңгесіміз екеуміз айналаңызда қаумалаған бауырларыңыздың, қаумалаған ұл қыздарыңыздың
ұрпақтарыңыздың, немере жиендеріңіздің, достарыңыздың ортасында ақсақалды ата болып, ақжауыт ана болып, тамырды тереңге жіберіп, жапырақтан жайылып, осы өмірдің зейнетін көріп әдемі қартайып кептеспін. Енді осы жеңешеміз екеуміз бір төсекте қартаймыздар. Шаңырағыңызда әрқашан той болсын. Барша айтылып жатқан жақсы тілектер Алла қабыл етіп, пейіште әумин дейсін. Енді өмірде бар жасап деймін, бай қуатты болыңыз. Келесі Алла бұйыртса, Алла жазса 80 жас мерейтойыңызға барымыз осы аман-есен қауышуымыз Алла нәсіп етсін. Құтты болсын. Алла бұйыртса 80 жасына келгенде билетіңді сол күнге емес келесі күнге алшы. Ассалаумағалейкум, құрметті тойым қожығым. Аға, 70 жасыңыз құтты болсын. Жастан асқа шыға беріңіз. Әрқашанда осындай тамаша бір ақ дастарханда бірімізді құрметтеп, бірімізге жиналып жүрегіміз алдымызға. Әлі көршіміз, әлі баяда ұжымдасы болдық. 40-дан бері көршіміз енді. Мамада, жұмысызды баядан бері жұмыстас болды. Үйлеріңізде тек той қуаныш шарықтарда бейік тек береген тойлы бересін. Жастан жасқа жайырыңыз. Жақсы тойға мүдделеріңді қош келдіңіздер. Кезбе ата ұлышыларға бейік тойыңыз құтты болсын. Болашағыңызға қызығын көріп, денсаулықта болып деп тойдан тойға араласып жүре беріңіздер. Ассалаумағалейкум, тойшылығым, бершілігім, Сәке, апам, тойғаныңыз құтты болсын. Сәке, жастан жасқа шыға беріңіз. Аман болыңыз. Осылай тек немере шөберелеріңіздің қызығын көріп басқа не айтамыз, маған айтып жатқан тілектерімді қосыламыз. Арамызда жүрегіміз дейміз. Ассалаумағалейкум, тойшылығым. Сәкенмен жұмыстас боламыз. Жақсы адамның жақсылығын айтып мерейтасы деді ғой. Сәкеннің өз мамандығының нағыз маманы. Кішіге кіші пейіл. Сәке ал шығып жатқан жасыңыз құтты болсын. Жастан жасқа шыға беріңіз, деніңіз сау болсын. Тойыңыз тек той боласын. 80 жас, 90 жас, 100 жас тойыңызға келейік. Бала шағада Жүрегіңізді білмеді асында. Ешім? Бағаны шақырады бұл. Сәке, сізге негізген атым бар еді, бірақ ресторан алып келеміз. Әңгіме салып. Çok kandil bağlı mısın? Kandil tanesi gibi mikrofon var mısınız? Сатқалин Назгүл тойларың құтты болсын. Той өте көңілді жақсы өтіп жатыр. Алыстан келіп жатқан қонақтар бар. Қасымдан доңғастарың, жолдастарың, көршілерің өте көңілді жақсы өтіп жатыр. Сенғандай сол көңілдердің рахмет. Мына бала келіндерге, қыз күйеулерге рахмет. Осындай құрмет көрсетіп әкесіне осындай той жасап жатыр. Ұзағынан болсын. Сенден басқа ешкім айтқан жоқ, күшті басқа батсын. Қосылды шығарты. Ал әріптестер айтқанда кейін баталарыңыз қабыл болсын, ой болсын, 2 күннен кейін сендерді шықпақтарында дәл осындай қуанышты мерекелі той болсын деп тілейін. Қосылды шығарттарғайын. Үстінде жазуы бар екен. Асқардал әкеміздің 70 жас мерейтойы құтты болсын. Ақ мамамызбен бақытты болсын дейді. Sizge sorun var, bizden nasıl olsa sözüm aynı böyle var. Sizden
Hanzarayıp parça dağıma Diğerler sendir gana layıksın Hanzarayıp parça dağıma Ey alan barışın şükrü betimde Münirmedi ekmeğin varına Diğerler sendir gana layıksın Hanzarayıp parça dağıma Diğerler sendir gana layıksın Hanzarayıp parça dağıma Сол соңында шықаттырағайын. Сол бала кезіндегі әдемі қоңыр даусымен бүгін заман даусын тойына ән салатқан кемді бірдеңе беріңшеш подарка. Алып келдім замандастарына. Ей жаным.
barakelli. Dastırkan basına. Өнердің көрген жүзсің, бейік шыңдардан көріне бердейміз. Мына өнер сатылмайды, өнер бағаланды деп анамыздың атынан Bluetooth колонка, қол соғайын құрметті ағайындар. Ал осымен арта берсін, ырысың, бітті менің асабалық жұмысым, той бітті деп ойламаңдар. Сәтегенге жас берген іспейсіп бітті, қосай бала жан серік жақсы көндеді түйіскенше үйіне сүртті. Тілдесейік, жүздесейік, ала кетсе 10 жыл тастап, Сәтегеннің 80 жасқа Sağday tuğlaydı şaşırır
қалған айда өзім шыға беремін, аман қаласып кеттім. Ал енді нағашеке жігеше туған күндеріңіз құтты болсын, дендеріңіз сау болсын, аман есен. Жаңа айтып жатыр ғой, 100-ді тойлап жүрейік бәріміз. Біздің жерде осылай шауып билеп жүрейік, ал соған жеткізе берсін. Мына қонақтар бәрі жан-жақтан келіп жатыр, ана қошқарды келер деп жатыр. Баяғы көз көрген, ата-аналарымызды көрген. Сіздерге де үлкен денсаулық тілеймін, той тілейміз. Осындай бәріңізге де Құда жекжат, бәріңізге де той құтты болсын, бәріңізге де тойда жинала берейік басымыз. Осы. Алыстан келіп маған берген екен. Ассалаумағалейкум, тойшылар. Ортаға шықшы. Ортаға шық. Қош келдіңіздер, қош келіп жатыр. Бүгін үлкен папамыздың туған күні. Рахмет баршаларыңызға, алтын уақыттарыңызды бөліп, біздің папамыздың жасына ортақтасып тойымызда қуанышымызды бөлісіп келгендеріңізге. Бақыттарыңыз, шаңырақтарыңыз болса тек той қуаныш болсын. Ал үлкен папа, жасыңыз құтты болсын, жасыңыз жастығыз сауласа берсін. Шаңырақтарыңызда тек той қуаныш болсын. Немеренің, шөберенің тойын көруді жазылсын сіздерге. Барлық жасық тілеймін. Жап-жас болып микрофонды алдыма мен ұстап қалғанмын, сөздің бәрін ұмытып қалдым, айтпай тұрғаныңызда. Құтты болсын. Менің алдыма сөйлеп кеттім. Амандай сөйлеп деп едім. Қазақ сайынның құрметті қонақтар, ағайын тума, көрген, үлкен бабамыздың құрдастары, тойға келіп жатқан барша қонақтар қош келдіңіздер. Бәріңізде де осындай той 70 жас, 100 жас бұйырсын. Папа, жеңеше, жасыңыз құтты болсын, жасыңызға жетіп 100 жас тойлауға жассын. Бағана айтып жатқан тілектердің бәрі қабыл болып, жиендердің, немерелердің қызықтарын көріп, мама екеуміз әдемі қартайып, дендеріңіз сау болып, ауырмай, осылай той-тойлауға жаза берсін. Ұмытып қалдым, әдемі тілектердің бәрі көп. Енді ғана айтып жатқан, алдағы айтылатын тілектердің бәріне қосыламыз. Рахмет, қуаныштымыз. Аман болыңыздар, сау болыңыздар, ауырмаңыздар. Тойшыл қауым, бәріңізді рахмет айтамын. Менің атамның туған күніне, алтын уақыттарын бөліп бергендеріне. Бәріңізді де әрдайымда осындай дастарханыңыздарында аққа жайылсын дейін тойға атама тілейтінім жылдан жылға жете берсін, бай болып отыра берсін дейін, қамырын темірге өндіре беріп, немере шөберелерін көре беріп, ұрпақтарына сол үшін Жақсал, құрметті тойшы қауым, қош келдіңіздер бәріңіз. Той тойға ұлассын. Енді манадан бері айтылып жатқан тілектер, барша тілектер тек қабыл болсын. Үлкендердің батасы, жастардың тілектері тек әрқашанда қабыл болып отыра берсін. Енді папамызға айтатыным, Асқар таудан да биік, терең теңізден де терең адамға мен жай қара сөзбен тілегімді білдіргім келіп тұрған жоқ. Енді 23 жыл мұғалім болған еңбегім бар ғой, соған енді папам сияқты болмағанмен де соған аздап ұқсайын деп кішкене бір өлең шумағым бар еді, соны қабыл алыңыздар. Рұқсат болса. Папамызды биікке мен балаймын,
самайдың. Жүрдің папа өн бойыңа жинап кен, ел алысы адам үшін сүйіктен. Бүгін міне өткен жолды шоласың, өзіңе тән маңғаздықпен биіктен. Балалар үшін әр еңбегің бағалы, жүрегіңде жанұям деп соғады. Ғасыр жасын жаса деп біз тілейміз. Беделің мен құрметтің асқақтай берсін, бәрінен де жоғары. Жақсылығың ел жұртыңа жария, ақыл ойың тасып жатқан дария. Келер күндер қызықтаңыз ұрпақты, баққа тола берсін берекелі жанұяң. Ұрпақтар боп қонсын қолға бақ гүлі, бір Алланың қолында адам тағдыры. Құдай қосқан анамызбен 100 жасар, арайланып ата берсін таң нұры. Тау тұлғалы папам шыңнансың, өміріңіз ұрпақпенен нұрлансың. Өсіп, өніп, бәйтерек боп мәуелі, жүріп өткен іздерінде бұл халыққа жыр қалсын. Ал менің айтқаным бұл бәрінен де аз деп ойлаймын. Менің папам бұдан да көп нәрсеге лайықты деп ойлаймын. Солай ғой, қолдайсыздар ғой. Мен өзімнің үлкен бала Азамат деген осы менің папам бақты. Сөздің шын керек. 2 жастан бастап соны бақты, қақты. Өзі қазір жұмыста бақтыда. Өткенде кетерде маған суретін салып жүр. Мама, атаға осындай зат алып берші, жұрттың аталары киіп жүр, менің де атам киісін деп, мынаның суретін маған салып жүріпті. Өзі бақтыда келе алмай жатыр. Азаматтың сыйлығы. Не үлкен баламның. Ал осындай ақшақанның болсын деп жүре беріңіз. Папа, жеңіл ырымдап киіп алшы. Жеңіл ырымдап киіп алшы. Баяда әжім айтады деп, қандай киіп алсыңды киіп ал, шайтан киіп алады деп. Өзіңе бұйырсын, қол соғында шығаттырақ ағайды. Қыздардың киіп алдардың жауатқан шапаны мощный. Папамыз киіп ал дейді, размері точный. Құтты болсын, сүндет болсын. Енді бұл қыздар қашанда тілекші ғой, қыздар аман болсын. Шернияз атын ағам айтқан екен, астың аш болғанын тұздан көрдім, жердің тайғақ болғанын мұздан көрдім. Жас кезімде қыз баланы мен сүйінші едім, қартайғанда рахатты қыздар көрдім деп. Қол соғдаш, қыздар аман болсын. Күйі бала аман болсын. Баяның мамайды үйдегі бала онша емес, келінім айтқанын шықпайды. Сато менің күй болан жақсы, қызым айтқанын шықпайды. Тойлар құтты болсын сендерге. Мұрат, айтсайшы. Ассалаумалейкум бәріне. Ал рахмет бәріңізге келіп отырғаныңызға, әкеміздің туған күніңізде. Бәріңізде тек той болсын. Бәрінің осы достарына қосылады. Аман болыңыз, сау болыңыз. Туғаныңыз құтты болсын. Жастарыңызға шыға беріңіз, ауырмаңыз, сырқылаңыз. Азасы құрметті тойшы қауым, қош келдіңдер. Тойға ұласа берсін. Енді біздің Асқар Тау әкемізге мен көп өмір тілеймін. Мамамыз екеуі тек әдемі қартайып, айтады ғой, бақытты, үбірлі өмір сүрсін деп. Ал артынан келе жатырған осы біздер, жиен, немерелер, тек қызын көрсетсін сендерге. Жандарым тек ауырлаңдар. Жалғастырсын. Мұрат. Өзі кішкентай емес.
Ассалаумағалейкум Ағайшағым, үлкен апам, бүгінгі 70 жас мерекелерің құтты болсын, 10 жасыңыз ұзақ болсын деймін. Тілейтін денсаулық, бақыт, немере шөберің қызығын көріп жүреріңіз. Осындай осалдық, осындай қуаныштар көп болсын. Мұрат қайыш. Ассалаумағалейкум. Мынау бүгінгі біздің атамыздың, ағамыз, өзімнің папамның, енемнің тойлары құтты болсын. Папа, туғаныңыз құтты болсын. Жасыңызға жас келе берсін. 100 жасаңыз. Тек жасылықта, қуанышта, мынау келген көпшілік қауым бәріңізде осындай қуаныш бола берсін. Тек жақсылық болсын, аман болайық. Мынау тек қуанышта осы әулетіне бер жауында той болсын. Осы біз, мен күйеу баласы, осы үйлерге тек қуаныш деп келе берейік. Аумин. Құрметті қонақтар, бүгін біздің нағашы атамыздың 70 жас мерейтойына қош келдіңіздер. Шаңырақтың шарықтатқан тұғырын, жиендердің жақсы көрген қылығын, нағашы атам толып жатыр 70-ке, бүгін туған, бүгін бізде ұлы күн. Атам, әжем, жарқыр ағам, жұлдызым, қуантады әрқашан да нұр жүзін. Ақтау жақтан әр мейрамда Таразға почта арқылы салады ылғи сыйлығын. Сіздерге Алла төге берсін сыйыншын, жүздеріңе шаттық қана жиылсын. Нағашы атам, нағашы әжем 100 жасап, арамызда аман жүру бұйырсын. Бәйтерексіз жапырағы жайқалған, барша жұртқа жақсылығы байқалған. Аман болсын ұрпағыңыз көбейген, ән қалықтап күй төгілсін төріңнен. 70-тің желкесіне шықтың ата, өз аузыңнан алайын берші ата. Денсаулығың мықтылығың 100 жасқа жет, әр ісіңмен жүрегіңмен қуанта. Нұрғиса. Мәққа қарап айтпай ма? Нағашы туғаныңыз бетті болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын. 100 жасаңыз. Ассалаумағалейкум, қош қалдым. Алла риза болсын, ағам, жасыңыз жас қосыла берсін. Енді айтып отыр, жақсы тілектерді айтып отыр, солап болсын отыр. Енді сол балалар қана болсын, немерелер аман болсын. Осы бала-шаға өзі тойға осы балдардың қызығын көріп, біздің аясынан қартайып, қызығын көріп. Енді айтқанда бәрі тек жақсылық болсын дейміз, тек тойға келеді. Балалардың аман болсын. Ал тойшы қауым алтын уақыттарыңызды бөліп келіп, папамыздың тойына келіп жатқандарға көп рахмет. Айтып жатқан алғыстарың Алланың құлағына шалынсын, бәрі де орын алсын. Ал папа туған күні құтты болсын, жастан жасқа тек жете беріп, арамызда осылай тек жүре беріп, ойнап, күліп, ешқашан қартаймаңдар. Менің атым Тархан, мен атаның үлкен немересімін. Атам, жасың құтты болсын, 100 жасқа тола бер, қасында қартаймай жүре бер, біз сені жақсы көреміз. Нағашы ата, туған күніңізбен құтты болсын. Жылған жылге жете беріңіздер. Бақытты болыңыз. Әлем бір ұрпағына қол соғайыншы құрметті ағайындар. Міне жақсы күйеу бала ұлындай, жақсы келін қызындай дейді, бәрі ұлындай, қызындай әдемі тілек айтып жатыр. Аңсағанда тек асуларың алынсын, айналамыз күлмен тұрған балынсын, ата-анаға айтқан ақ тілектердің бәрі де періштенің құлағына барып шалынсын деймін. Той құтты болсын.
күліп кетеді деп мен қоя қоймаймын. Ассалаумағалейкум тойшауым. Ал құтты болсын ал тойларыңыз. Жан-жақтан келіп жатқан қонақ көп екен, үлкен бабам сыйлап. Соның бәріне қарап қуанып отырмын. Үлкен ба, ал құттықтаймын, құтты болсын туған күніңе. Жастан жасқа шыға беріңіз, ауырмаңыз деп. Сендерге қарап қуана берейік, үйлеріңізде береке болсын ал. Үйдегі бақытты, шылдырлап жүрген бақыттар көп болсын. Соларды қызықтап жүре беріңіз, ауырмаңыз, ең бастысы денсаулық. Шашамаңыз, үлкен бойша. Сол. Ал енді ата-ана қымбат өмірде, ақылсыздар көңілге, өмірімнің қызығын сыйлайтында ата-ана, ұл мен қызың өмірде қимайтында ата-ана. Ата-ана көрсе мәз болар, ұл қызының бейнесін, дәл қазір кек алып, той иелері сөйлесін деп, Сәтекеңмен Назгүлге де қосып қойып, бүгінгі мерейлі 70 жас туған күндерін құтты болсын. Кет папа. Сіздерге көп рахмет. Мынау бүгін мені сыйлап келіп жатсыздар деп ойлаймын. Менің ұрымды тағында жалпы біздің мына Құлжығарыптар әулетін сыйлап келіп жатсыздар деп ойлаймын. Сіздерге мен өте ризамын бәріңізге. Ал бөліп айтсам, ана отырған ағайындарым тұнау алыстан атартып келіп жатыр, осы күн-түн жоқ. Самолетпен де келіп жатыр, пойызбен де келіп жатыр. Мына балдар машинамен де бүгін таңда жұмыстан шығып, Аманжол деген бала күні бойы машинамен жүріп, жаңа келіп, тойға келіп кіріп, тойлап жатыр. Қасында балдары бар. Ал бәріңе рахмет. Енді менің жан жағымдағы осы жерде отырған жақсы көретін барлық осы адамдарым бәрі де өте жақсы адамдар. Оған шүбә келтірмеңіздер. Мына қайын жұртым отырған жерде. Ал бәрі жиналып бүгін келіп отыр. Иә, күйеу бала жасы 70-ке келіп, соны нағылап, сен жас қартайды ғой деп келмей қалып отқан жоқ, бәрі келіп жатыр. Көп жасасын, рахмет. Міне құдаларым бар. Құдаларым қандай жақсы адамдар, бәрі де келіп жатыр мінекей. Құрдастарым бар. Мына алыстан келіп жатқан, мына жақыннан келіп жатқан құрдастарым. Бәрі де рахмет. Мына таусылмай отыр. Қазір бұндай уақытта көп адам кетіп те қалады деп, сыйламаған жағдайда. Енді сыйламағанда аздап сыйламаған жағдайда деп. Бәрі де отыр, таусылмай отыр. Әркім әртүрлі, біреу шаршайды, біреу жаңағы сондай жағдайлар болады ғой, өзімізде де сондай жағдай болады. Сосын менің мына жұмыстастарым, мына ішінде бұрынғы жұмыстастарымнан бұл жерде тек Иделгі деген ағам бар. Жаңа мен туралы айтып өтті. Менің өмірбаянымды ол кісі жақсы біледі. 73-те келген бойда сол кісінің қасына бардым мен жұмысқа. Бұны Қызылсайдан жоғары көтеріліп жатқанда ЗИЛ 157 деген машинаның радиаторы қайнап кетіп, крилоның үстінде отырып су шашып отқан кездер болды. Қасан жоғары шыққанша бір шығып кетейік деп. Ал сондай қиындықтарда бірге болған екен, қазір міне отыр. Мінекей, көріп. Мен мына қазіргі жас жұмыстастарым бар. Өздерім балдарым енді. Бұлар да мінекей, рахмет, бәрің келдіңдер. Шаршаған жоқсыңдар, отырсыңдар. Мұнда құрдастарым Атыраудан келген жаңа айттым ғой. Сау болыңыздар. Көршілерім. Бұлар да айту келген адам отыр ғой бұл жерде. Бұл жерде Бауыржан деген ол двойной. Әрі көршім, әрі жұмыстасым. Кезінде бірге жұмыс жасап, далада бұда даланың дәмін татты. Шелекке тезек керіп шай айнатып деп жақсылап тұр. Енді қошқарлық бұл жерде жаңағы кластас болмаса да құрдас жігіттерім бар мінекей.
ана жерде Нұртан деген отыр, мені информацияменен хабардар етіп тұрады күніне бір рет WhatsApp-пенен өте жақсы хабарлар жібереді. Мен Нұртанды жіберер едім, таңертең ұйқыдан тұрғаннан кейін сразу WhatsApp-та ашамын. Нұртан ешкім білмейтін нәрсені маған жібереді. Сосын мен оны қараймын да сразу Назгүлге айтамын. Мынадай жіберіп, маған керемет. Белоруссияның президенті Лукашенко қандай жақсы адам деп қоямын жаңа. Мінекей. Ешкімді ұмыт қалдырған жоқпын ба? Махон отыр мінекей, әрі құдам, әрі жаңа қатарымыз ғой енді. Ана інімнің бажасы, Зұлхан деген інімнің бажасы. Бірақ қазір сен құда болып шықпай қойшы осы. Қатарым болып шықса, қатарым болып шықты. Өлі бой жағдайларда тек. Сөзіміз жарасады, әңгімеміз жарасады. Құдалармен енді. Ал бәріңізге де рахмет. Ал тойдың мұна ішінде кемшіліксіз болмай тұрмайды. Аз-маз кемшілігі болса айып етпеңдер. Сосын енді мана айтып жатырмын. Мен осы тойды мен ойлаған жоқпын. Біреу балдарым той жасайды екен деп. Өзім көп іштегеге не жоқ адаммын. Тек бұғып алып жұмысқа қарай кете беретін баяғыда. Балдар бұл жерде бәрі жиналып, мына бала келінім, сосын 3 күйеу бала, 3 қызым өздері жиналып, өздері оңашада жаңағы кеңесіп, маған айтпай, енді ана қасымда жүрген адам бұл кішкене арасында болады, бірақ маған айтпайды ғой. Сонда барлығы да қосылып алып, отырмы жаңызға деген қалып деген болып тұр енді, келін Назарбаев деген. Сол өздері кеңесіп шешкен екен, сосын мен қарсы тұра алмадым енді. Енді 70-ге келіп жатқанда той жасап берсем, енді 80-ге келгенде олар жасап бермейді. Енді амандық болса мұна немерелерім жасап береді деп отырмын енді. Енді ана бұл жерде қарап тұрсам, мен жиендерім артымда тұрып, көрмей тұрған бол. Мына жиендерім Жаңыз апамның нелері, қыздары, мына жақта тағы мына інілерімнің қыздарынан келген туған балдар жиендер. Олардың бәріне көшеде шығалып жарайды, рахмет. Бәріңізге де рахмет. Ал енді особый рахмет мына тойды жүргізіп тұрған тамада жігітке. Жиені болғанда кәдімгі анау-мынау жиен емес. Бұна Сержан деген жездеміз қасымызда жүрді осы. Достықтың алдында ана екең білет. Ал жиеніме де рахмет саған. Мен басқа қайдан білем, мен өзім түсірігімде әлде өзім тойым болғасын ба, осыдан артық тамада көрмей тұрмын мен. Осы Маңғыстау облысынан. Ал рахмет, мұна енді қасындағы мұна бірге атқарысып атқан жігіттердің де еңбектері зор ғой. Бәріне де рахмет айтамын. Жаңа жоғарыда отырған музыканттар бар, тамақ беріп жүрген официанттар бар. Бәріне де рахмет. Енді мен ризамын енді. Бәріңе де қонақтарға да, осы атқарушы адамдарға да бәріңізге де ризамын. Рахмет. Мұна азғандай сөйледім бе, көп сөйледім бе? Енді айта бер, ертеңге дейін уақыт бар. Уақыт болса. Енді мен кемпірім сөйлесін. Бұл енді көп болса менен 1,5 есе көп сөйлейді. Баяғыда бір өстіп кемпір деп қалғанда кемпір айтады, мені кемпір демеңіз деп. Енді не дейінсе пенсияға шыққан қыз деңіз деп. Қол соңғы шақтырдай. Туғаныңды құласың ол. Құдағайлар, өзімдің төркіндерім, жеңгелерім, сіңлім, інілерім, іні келіндерім, сіздерге де көп рахмет. Жетібайдан келіп жатсыңдар, жан жақтан, Қошқардан келіп жатқан құрдастар,
Міне осы жақта тұратын құрдастарымыз бәріңізге де рахмет көп. Алдағы уақыттарыңыз бөліп келіп жатқандарыңызға. Не тілеймін? Шалыма енді жасың құтты болсын. Өстіп асқар тау болыппын, балдарының алдында жүре бер. Денің сау бол. Мына тойды жасап, ұйымдастырып жатқаныма бала келініме, қыз күйеулеріме көп рахмет. Біздер жаңа білмедік деп отырып қой, білмедік шынымен де. Біз өзіміз осы санаторияға кетеміз бе деп тұрып, тығыз болып қалды ағасы. Сосын бұлар айтып, біздер той жасайық деп едік. Рахмет сіздерге де. Дендеріңіз сау болсын. Келін бала, жеңге, бәріңе Рамазаным саған рахмет, күшті жүргіздің деп ойлаймын. Өзіңізден балаңыз бір жасқа толғанда, осы баланы жүргізіп еді ойды. Соған есіңізде қаппайды, жан серік керек бізге. Мына бала, қол соғылмас. Рахмет, сау болыңдар, бала-шағаларының қызығын көріңдер. Үйлеріңде той болсын, тойда жүрейік. Қазір нешедесің? 9. Қол соғыңдашы қаттыр ағайын. Осыдан 9 жыл бұрын осы баланың бір жас тойында бас қосып едік. Аллаға шүкір 9-ға кетті. Ертең 18-ге келіп үйленесің ғой? Иә. Атаға айтады, жан серік шақырдың деп. Қол соғыңдашы қаттыр ағайын. Той құтты болсын. Енді амандай келші қасыма. Тұла бойы тұңғышына қол соғыңдар. Мынау сендей ұлды 9 ай оңын көтеріп, тағырсыран кеңетіп, мекрат етіп баққан қаққан, саған жарықтымды сыйлаған, кішкентай кезінде ұйқынан тұрып жылаған уақытта азда көпте болса ұйқысынан тұрып, көзін сүртіп, сені емізіп, бесігіңді тербеп, ақ анашыңды болса барша көпшінің алдында ризашылығыңды білдіріп, екі көзінен барып деп сүйіп алшы анашыңды, екі көзінен сүйші. Ей жаным, сен үшін тілексің тұрып білген. Сүй, рахмет. Мамау, бүгінгі көпшінің алдында анашым саған көп рахмет, өмір сыйлағаның үшін деп екі көзінен тұла бойы тұңғышын сүйіп жатыр. Ұнады ма? Тағы сүйші. Анашым, аман жүрші, біздердің барымызға. Жүрейік көңілді біз өмірді, шүкірлі барымызға. Анашым, аман жүрші, біздердің барымызға. Жүзіңнен өтіріп жүзге келші, шадырап жанымызда. Рахмет, амандайым деген. Мамасы сүйіп, нәсілін жүрген емес мұ деген. Папан емші, папам да сүйіп. Алғыс әке, мақтаның үшін, еңбекпен маңдай тапқаның үшін. Айнас. Бар, намыр қасына. Қасына бар. Және құдайымызға көрушілер соседи. Өзімді замандастардың атынан Озалдың жеңге баласы Бақытжан
сұрағанға түскенде өздеріңіздің шырқап әндеп сусындаған әндеріңізді жасағаны орындауға әндеп қалуыңыздан бақытжан ағамның орындауында жұп болсын басқалар. Папа, сенің осы 70 деген жасқа жетуіңе бір дәлел осы сенің достарың. Доссыз өмір емес ау жалғанда, қиналарсың ау доссыз жалғыз қалғанда. Керім де, кегім де достарым менің көп досты арманда дейді. Аллаға шүкір, барымыз бұл кеш батқан мерейлі туған күндер құтты болсын, тойларың де тойғыласынша замандастары. Мынау құрметті тойшы қауым менің мына тұрған менің барлығы да менің достарым. Бұлар әуелі мен жаңағы мағынамен айтып жатыр, қошқар деп. Қошқарда туып өскен әуелі мына кластас болған, достас болған жерден бастап міне ұлмеген. Кеше мен ана жігіттерге айттым ғой, Болат деген бір ақын досым болды деп, соның келіншегі. Сосын қағаз кластасым, Мивиля кластасым, Роза кластасым, мына Талас келіншегімен, Талас кластасым, ана Нұртан келіншегімен, бұл менен бір жас кіші оққан, мына 25-тің құрдастары. Жоқ, Махмуд кластасым емес, ол да қатарым. Қошқарский бір жерде туып өстік, бір ауылда. Бізде кілем сор. Сол кілем сордың жағасында туамыз. Сосын бізді жаңағы ащы сумен жуып қиналмайды, өзі ащы судың ішінде жүреміз. Сосын мынау Шапай жолдасы Жамал деген. Шапай кластасым. Енді мына мен 73 жылы келдім, мен саған бірде бір менің немеремнің тойын басқарып жатқанды айтқанмын. 73 жылы март айының соңында мына вокзалдан түсіп тұрмын, Маңғыстауға бірінші рет келіп тұрмын. Өзім фигурам, тап сенің фигураңдар деп айтқанмын. Сен сол кезде бұндай болған жоқсың. Арақ болдың. Тап сендей болдым деп айтқанмын. Иншалла бір 10 шақты жылда мендей болатын деп болыпсың. Тілегі қабыл болған ғой папамның, ол соңғыш кішкене сеніп болған. Ол сол 73-те келгеннен бастап дос болған жігіттер. Ана Омайбай деген құрдасым. Сейсенғали. Келіншектер мініп тұр. Омайбайдың келіншегі, Сейсенғалидың келіншегі. Қорғын Апес. Пәуен. Пәуедин. Біржағы өзі қайнағым. Жаңа бір екінші май күні өзімен бір күн туған бір құрдасым бол. Кеше тойын тойладық. Жаңа тойда отыр еді. Чрезвычайная ситуация. Қызына біреу құда түсіп түн үшін алып кетіп қалды. Содан срочно кетіп қалды. Қалғандары осы жерде тағы да бір келмегендер бар. Енді олар әртүрлі жағдайлары, шаруалары.
мен ана таныстырып алып жатырмын ғой. Енді өздері келісіп сөйлей береді. Дұрыс қой. Қазағың бір көрген біріс, екі көрген таныс, үш көрген аттан сәлем қалысы. Міне осындай замандастары бар екен әке мен анамның. Мен де қуаныштымын, бұл кісіні мен де жақсы көремін. Тойларың тек той қаласын. Сіздердің шығарған жастарыңды бізге де берсін ана. Тойларың тек той қаласын. Құрметті қойшы қауым, адай тұрғанда тақыға орынғайды. Бүгін енді Сатқали құрдасым, кластасым, соның мерейтойына жиналып келіп отырсыңдар, жоқтан келіп отырсыңдар. Енді Сатқали Назгүл енді мерейтойларын құтты болсын дейді. Жастарыңыз жоқ болсын, баланың қызым көріңдер. Ұлағатты сүйме көріңдер осындай. Адам қызығатындай, адам өтін ететіндей мұнардай. Ол қыз өсір. Олды ұяға қызығат, қызық ұяға қондырдыңдар. Осындай ұлағатты кем сарайда мерейтойларын құтты болсын, тойларын осындай жалғасын берсін. Жастарың жоқ болсын, баланың қызым көріңдер. Ал мынау енді біріншіден ассалаумағалейкум, Маңғыстау өңірінің азаматтары, азаматшалары, мынау Атырау өңірінен сәлем алып келіп жатырмыз. Осы Маңғыстау өңіріне біздер мынау осы Маңғыстауда той болады дегесін. Осы қайнағамыздың шаңырағында үлкен той деп бүгін келіп тұрмын. Енді мынау деймін. Тойшы болғым келгендеріңізге сыйлап көп-көп рахмет. Көргендеріңіз той болсын, жегендеріңіз той болсын. Әрқашанда тек мықты денсаулық берсін, елдеріңіз тыныш болсын. Бала шағамыз аман болсын. Бүлдіршіндер көп болсын. Мынау енді қайнаға келіп жатқан жасыңыз құтты болсын. Қазақ айтады ғой, қосағанмен қосағанбыз. Бір көшікте қартаймыз. Әлі де көретін қызықтарымыз көп. Көре беріңіз, біз сізді өте жақсы көреміз. Тұрған бір топ кластастары келіп отыр. Ол Атырау облысынан Нақат дейтін мекенжайда тұрмыз. Негізі бір көшбасшылар оқып, аман болайық, тойда келісте берейік. Ана ойлап отқан баласы, мына кластасы неге қайнаға деп айтып тұрды. Себебі мына жолдасын беріштіңіз еді. Мына кісінің жасы үлкендеу, сосын қайнағам болып кетті. Бұған мен қуанам қайнағамның көбейгеніне, көп болғанына. Беріштің қыздар көбейе берсін, аман болсын, аман жүрсін. Бәріңе денсаулық дейін мақтар. Келгендеріңізге көп-көп рахмет. Тек тойда кездесу Алла нәсіп етсін бізге. Құрметті тойшы қауым, ассалаумағалейкум деп біз сәлем етейік. Енді жаңа Сатқали өзі таныстырып жатыр. Атырау облысы Мақат ауданы Қошқар поселкесінде туып өскен, сол Қошқар орта мектебінде білім алған бәріміз азамат пен азаматша болып, жасымыз 70-ке келді деген 70-ке де сенбей өзімізше келіп жатырмыз. Сонау Атыраудан. Енді Сәке, мынау толып жатырған жаңа жасы құтты болсын. Бұрын айтады ғой енді, жастан жасқа шыға берді. Енді Алланың берген жасын жасай берейік. Бұл жасқа келгеніміз де бар, келмей ортадан кеткеніміз де бар. Біздер нешеу едік, бір мектептен түлеп ұшқан. Әрине мынау сүйреп жатырмыз. Енді қалған ғұмырда осындай қызығымызды бірге тойлап, осындай тойдырманда бірге жүруге Алла нәсіп етсін. Енді жаңа осы адам сөйлеп жатырғанда Назгүлдің арқасы деп жатырғанда себептер айтып жатыр. Әрине Назгүлдің де осындай дәрежеге жетіп жатырғаны біздің Сәкеннің арқасы деп айтады. Екеуі бір-біріне теңсіңдер, математикалық тілде айтқанда.
Екеуің де бір-біріңе сайсыңдар. Және біз әзірді шын айтамыз. Сәттәрей өзі келіншекті өзінің мамасына ұйқастырып, мамасына ұқсатып, осы Ақтаудың қызын алған. Енді Назгүл негізінен енесіне ұқсайды. Қылығы да, бойы да, сойы да, айта алмаймын ғой. сол кісіден алмайды. Ал енді екеуі жаңа бір жастықта қартаймыздар. Жаңа ең алғаш той басталғанда өздеріңізден өрілген қыздарыңызды алып шыққанда оның өзі үлкен дәреже, үлкен бақыт. Сол бақыттың ішінде екеуіміз жұптасып көлде жүзген аққудай болып жүре беріңіздер. Мынау қыздарыңыз қандай гүлдей жайнап тұрған, қолдарыңыз қандай, күйеу балаларыңыз бірінен өткен жаңа Жамбылдың күйеу баласы, Жамбылдың баласы, біздің күйеу баламыз енді. Осы жерден қызымызды алып кеткенде шығарып салып едік. Асымыздан келіп алып, алыс шейікті дейді. Ай сенімен Жамбылға келіп барамын деп қойып едім. Атам қазір менен сұрайды, неге жүрмедіңіз? Жазылып қапты ғой. Аламаншылықта болайық. Дендеріңіз сау болсын. Осы класстастардың жолы жазылмасын. Алтысы әкем, тойларымыз құтты болсын. Назгүл екеуміз балалардың қызығын көріп, өмірдегі барлық армандарымыз орындалып берсін, денсаулықтарымыз зор болсын. Осындай достарымның арасында сыйды құрметті азамат болып жүре беріңдер. Сіздерге тек қана жақсылық тілеймін. Мен енді өзім таныстыра кетсем, өзім Маңғыстауға 74 жылы келген екен, жолдасым екеуміз. Әуелі сөз бастайын, Бісмілләдан мұсылман 30 сөзді бастамаған. Шықсын деп әдебілеп сөздеріміз аузынан Алла сөзін тастамаған. Ассалаумағалейкум, амандасып алайық, осы тойда барымызды салайық. Биді белгілеп әнден болсын шашуын, той сарқыты сыбағасын алайық. Ардастархан алдымызда жайнаған, алып отыр асқазанға пайдалан. Осы тойды өткізейік жұмылып, тойларымыз құтты болсын. Қаумалаған айналан деп той құтты болсын алағай. Ал мен Ғарифолла Құрбанғалиев деген атамыздың екі әнін орындап өтті, қабыл алыңыздар. Atın senin suyunu jar, köngülge şar. Konsultaşı el çabukmaydı bir manam. El çabukmaydı. Konsultaşı. Kurban'da konakları boyunca kavuklarını. Hoş geldiniz. Көтермеймін. Ben bu sözümüzün adamım. Maksa Kudagay. Benim Yedikçe Kudagay. Avımıza benim. Düşen adam. Bu kısmı maktayın deyip 80'ge gelip bugün aytkan dağısı gördünüz mü? Yaşlıların dağısındayım. Bu kısmı Ali'yi bana sözler bölmeyip Ali'ye Arapça edip 80'ge alama vereyim. Prezident. Al yaşınız uzak olsun, omuz yaşınız uzak olsun. Rahmet oyunu bugün güçlüğüne ayırasınız. Rahmet tüm konservatlarını yatırmayın. Al buna iki kısım benim ağamın klastasları, kurtasları, koşularına girdiğin ağlı olmuşlar. Ona alırsan gelip bilgi görmeniz var, kadar bilgi, şakayla. Boksör 70'li adamlar. 70'li gelip 5 bilgisini ısıtan. Girden 80'li gelip bilgisini olup 10 ondan ısıtan.
Берішкер мырза, нақты емесі беребет. Ол мені қошқанда тұрғанда мен өзім әжемнің немеретін десек жаңағы, ұятпай деген кісі. Осы сағақ айтады ғой, біздер сіз үйге барамыз, апа бірдеңе берешібек, осы базардан келе жатқан кісі болса қуанамыз деп. Енді мына кейінгі балдар көтермелеп өзі сиясы беріп жатыр деп, маман баладан көтермелеп сәт апарып қанеміз, жаңағы ана қызға албай кететін мамасынан. Тектен сіздердің жайыңыз жатқан жері. Кейін отпақтардың қандай көріп біздерді қуанадыңыз. Жалпы білеміз, сәттәлімен бірге оқыдық. Енді бізге Қаратопай Беш менің кәрін ағашы әжемді. Әжем келді. For the camera paparazzi wanna see. Thank you.
бәрекелді. Осы қыздың жақында өзінің апа тапсақ есімің? Бақпал. Кім боласыз? Келін. Келін дейді болса олғаш. Сонымен әлемдегі бақытты құс? Әтеш. Неге? Әйелдері көп. Әтештің әйелі көп, енесі жоқ деген ғой. Сізге сұрақ. Қиын болсын, оңай болсын ба? Оңай. Әркімнің көкейінде жүрген сұрақ. Ене мен келіннің арасында ұрысты бірінші кім бастайды? Ей, өтірік айтпа. Қайсы көкпен сол бастайды. Қосылма шақпады тойықты суға түстің мен үшін, енді міне бағың берді жемісін. Бала қыраны шыңға шықса бұл күнде, мұның бәрі әке сенің жеңісің. Анашымды отырғызып жаныңа, той берейін салып ала ханыма. Ей адамдар шүкіршілік етіңдер, мұны өмірде әкелерің барына. Тек әкелер сендер ғана лайықсың, хан сарайы патша тағына. Тек әкелер сендер ғана лайықсың, хан сарайы патша тағына. Алатаудай қадірің білесің бе, арманың мен ұлдарың бір өсуде. Алтын шапан кигізсең де асаған, айтшы әкем естей алам сен үшін. Анашымды отырғызып жаныңа, той берейін салып ала ханыма. Ей адамдар шүкіршілік етіңдер, ман өмірде әкелерің барына. Тек әкелер сендер ғана лайықсың,
хан сарайы патша тағына. Тек әкелер сендер ғана лайықсың хан сарайы патша тағына. Ана жұмақ, әке жұмақ қақпасы, болар жаққа бұрсаңдаршы ат басын. Bir күндері жұмақ іздеп барғанда, қапа болып қақпа жылмай жатпасын. Анашымды отырғызып жаныңа, той берейін салып ала ханыма. Ей адамдар шүкіршілік етіңдер, мұн өмірде әкелерің барына. Тек әкелер сендер ғана лайықсың хан сарайы патша тағына. Тек әкелер сендер ғана лайықсың хан сарайы патша тағына. Суға түстің мен үшін, енді міне бағың берді жемісін. Бала қыран шыңға шықса бұл күнде, мұның бәрі әке сенің жеңісің. Анашымды отырғызып жаныңа, той берейін салып ала ханыма. Ей адамдар шүкіршілік етіңдер, мұны өмірде әкелерің барына. Тек әкелер сендер ғана лайықсың хан сарайы патша тағына. Тек әкелер сендер ғана лайықсың хан сарайы патша тағына. Алатаудай қадірің білесің бе, арманың мен ұлдарың бір өсуде. Алтын шапан кигізсең де асаған, айтшы әкем не істей алам сен. Шапай мен Жамал келіп жатыр, Бибия мен Қағаз келіп жатыр. Құмекен екеуміз Сатқали үшеуміз осы ауылдықымыз ғой. Енді барымызша күтіп жатырмыз. Сатқалидың қонақтары ренжіп кетпесін деген ниетпен өзім әйтеуір шамам келгенше әйтеуір арасында құлап қалам кейде сосын тұрам. Ой, мен осы автобуста тұрғанына өкілі отырмын. Бибилерім бірге еліп суйға барайын, жатып тұр. Полный жаңағы условия. Столда бәрі жайлап тұр. Аржаттан жаңағы түрлі келіп жатыр. Суға түсіп жүрмейді. Болады ғой. Былай да болады ғой. Негізі өзімізде сондай жасауға болады ғой. 3-4-іміз жайлап. Тегізін біздің үйдің қасында бір жақсы кафе бар. Менің нағашым екен. Үйден де біздің үйде де болады. Кафеге де болады. Байбақтың қызы. Біріңе шығып, біріңе кіре бермейсіз. Кафе керек емес пе? Ұнатпайсың ба? Онда үй тұр ғой құрсын. Нән үйдің не істейді? Иә. Екі этаждан отказ бермейді қазір. Екі этаж алайын деп қой егейін. Бір этаж бар жарайды деп. Бір этаждың өзінде кісі жалдап отырмыз үйіне ғой. Да. Иә. Ана үйді тазалау кетіп шаршатады. Енді аман болайық. Бала шағамыз аман болсын. Бәрімізден немерелеріміздің қызығын көрейік. Назгүл ауырма. Дима сен де ауырма. Қасымызда жүріңдер.
Ең болмаса қасымызды, елімізді алып беріп отырады. Қаландарымызға. Енді жақсы күн кессек, осындай тойда кессек, тойыңыз тойға ұлассын. Өте жақсы өтті, тойға ризамыз. Бүкіл інілерің, бүкіл балаларың бәрі жақсы көтермелер. Бізді өзіміздің әліміз келгенше, енді менің денегіміз отырдық енді. Ана кісілер алыстан келген несін ақтап, үйлеп жатыр. Енді осындай тойдалып келсе берейік. Аманшылықта болады. Өжеті мекеніміз бар біздің. Алла разы болсын. Көшсең, сендердің нағылар мен болады жоқ. Болады біліп жатыр дейсің бе? Деп жатқан жоқ. Қасымызда ілесіп жүр. Бұған тіпті өзімде қош қонасың деймін да. Сосын алды көрі қызым жылайды деп кетіп қап. Кеше қолдалдым. Қой қонасың. Қой. Ал. Сәт. Ежелде тойларымыз туғанымыз кетті болсын, азағынан болсын, ұрпақтарының ажырағысы берсін. Біз енді жаң баяда 40 жаста бір келдік қой. Бәріміз ең бірінші бастаған да. Сонан кейін енді қызымыздың тойында болдық, қолымыздың тойында бола алмадық. Оның жаңа келінім айтты, соны келмей қалдым. Содан бері келіп тұрғанымыз осы. Осы барада тәуекел етіп шықтық. Содан енді қатты болып қалсын, баралмайын деп айтып қойған екен саған. Бірақ қайтадан балдар үндемей билет алып қойды. Кішкене тыныш бол, арқашы ештеп жаңа сөйледі. Бұл еріс тапты болсаң жүрсің. Телефон соғадым, бірақ аманшылық. Енді лайымда осындай аманшылықта болайық. Жақсылықта болайық. Ал құдастар бәріңізге де 70 жастарын құтты болсын, жылдықтан жазылмасын. 20 жылдықтан бері жалғасып кеткен 70 жылдықтар бар. 70 жастар. Аяқтарыңызда дендеріңіз сау болсын, ұрпақтарыңыз аман болсын. Өзі де келе алмай қалдым, ойда кірмейді, кеше келдік. Ойымызды көрсеттік. Рахмет. Лайымда осылай жасықтан олар, қуаныштан олар, өзімізді жалғастыратын немерелер, жиендер көбейе берсін. Мен қызана көрем жүрем. Рахмет. Өз нағашым біледі ғой енді, ысық деп. Мен Қаратоқайда айтпай қоймайын. Қаратоқай бір нағашым бар, туғаны. Неде? Сендер немере ғой. Жұмыскеде. Әкем бір ірі кісі болды. Оның нағашыларда ірі кісі болды, шешесі де ірі кісі болды. Мынадан нағашына барып алды, мынадан бүйтіп бойына мініп алады ғой. Екі аяқпен бүйтіп айдалайын дейді. Ал үйтіп мінгізетін нағашы жоқ сияқты өзінің. Мініп отырады ғой Сәкең. Сәкең мініп алды ғой ұяң жоқ. Сәкең мен шәсі жалғама түспейді ғой. Сәкеңнің екі Бұл мінбегеме әкесі мен әкем үшін мініп алды ғой. Мініп алды. Сәкең екі аяқ ұстамай қалсам болмақ. Соны құлайым ғой, құрдастар деген жақсы ғой енді. Аман болайық, еліміз сау болсын. Тойымыз бітпесін, жалғасын таба берсін. Қызымызды көріп, мәз болып жатырмыз. Баяғыда ұзатып едік деп. Ой, терім болып қой ол кезде. Өзінің алдында баянмен кеш. Тойдан қалып атқан жоқпыз, енді қалмайық. Өткенде салас айтады, той барайық. 80-ге шейін кім бар кім жоқ. Аламыз ба, бара алмаймыз ба, осы күні абай шығыңдар деп сөйледі ол. Ал жақсы, таласта қараймыз, орда да бір шал қойды. Кешеге айтып жатырмын ғой, енді осы өре шыға алмай жатырмын. Сәлем айтты, сәлем жеткіз деп сөйледі. Сонымен күйіп жатырмыз, мына жерде енді сапураны көріп жатырмыз. Рамазан, Ескендір, бұлар ауыл алда ыстық, Сұлқан. Ауылдың балдары біздерге бәрі ыстық қой. Бір балдар өтіп кетеді, Көшекбаевтың балдары екен. Сұлқан Серқалдың достасы ғой. Сәлем деп, мен баратын кім деп неғса,
өтіп кеткеннен бәрі есімізге түседі ғой. Ал аман болайық, деніңіз сау болсын. Той жалғасын таба берсін, жорыққанда жолымыз болсын. Қыдырата жолдасымыз болсын. Кеп көп аман болайық. Сұлтан, сен қайдан класстасың? Сен қай қазір атырауда жүр ғой. Мәше, осы жұмысқа шыққым келді. Осы жұмысың не депті ғой мен. Ой ғой, қалай жатыр. ыңғыдода шөпірмен дейді. Ойбай, сен ыңғыдода міне әйелің ыңғыдода боласың, кіргізген ғой сені. Жасаған жақсы болды. Жұптарың жазылмасын, ордаларың ортаймасын. Рахмет. Осылай ойнап күліп, ойдып, опырдеп, кезектен кезек тойға келіп, осылай қуанышты бірге бөлісіп жүргендер. Семья бастарың аман болсын. Ағамыз бен жеңгеміз ортамызда аман отырсын. Немерелер өсіп, солардың қызығын көрсін, шөбереге жетсін. Шөберенің қолынан май жылап, шөпшектің қолынан су ішіп, ортада қызықтап жүре берсін аға жеңгеміз. Алдымыз жағанда әкеміздің орнында әкеміз, шешеміздің орнында шешеміз, жеңгеміз. Арқа сүйегенде үлкендеріміз ғой. Біздерін олардың соңғы болып келе жатырмыз. Бәрімізді тілейтін денсаулық. Бірінші байлық денсаулық дейді, қазіргі кезде бәріміз тілейтін денсаулық. Ауырмаңыздар, сырқамаңыздар, жұптарыңыз жазылмай, әр уақытта тек осылай қуанышты жүре беріңдер. Ойын күлкіден айырмасын ата-ана. Ал кететін бәріміз жол жүретіндердің жолдарымыз болсын. Бала шағалардың арасына аман есен жетіңдер. Көргендерің қызық болып, жұптарың жазылмасын. Осыдағы жаңағы інісіңдерімізге, жаңағы келіндерімізге бәріне көп-көп рахмет. Немере жиендеріне, аталарына арнап ән айтып жатыр жаңағы. Осы балдар өсе берсін, өне берсін, осылардың қызығын көруге басымыз қоса берейік. Өздерінің немере жиендерінің өсуіне берсін. Арман ауылға жетті ода? Жеткен болар, жұмысқа кетті ғой. Тек өтіқын деп. Оны мәкен айта берсін. Аман күн қауышайық енді. Бұл сөздер берістер енді қайтесін енді. Көнеміз енді. Шақырып атсын, рахмет. Бәріміз келіп жатырмыз. Жағдайымызға қарап. Қалымыз келмейді. Саған да рахмет. Денің сау болсын. Семьяңа отыра бер, балалар өсе берсін. Бұлардың қызығына бөлек отыра бер. Бұл қаласындағы тапсырып қалып қоятын, осы сапарда келді. Осыларды бүлдіре деген болар. Сен барсың ғой деп елестер жүрген. Boyundan tanıştım,
жинаған гүлдей құрбымсыз, жағада тұрдың сен. Жаз еді күлкімде, қайдасың бұл күнде, сені іздеп арманым, сыр ойын шарладым. Сені іздеп арманым, сыр ойын шарладым. Кетеме осылай, әніміз қосылмай, аяулы таңым сен едің, көрсем деп келемін. Жаз еді күлкімде, қайдасың бұл күнде, сені іздеп арманым, сыр ойын шарладым. Сені іздеп арманым, сыр ойын Келіп қуандық, кетіп қуандық па? Рахмет келгендерге. Шаруаларын тастап, жұмыстарын тастап, семьяларын тастап келдіңдер ғой. Рахмет. Сыйлап келіп асындар, сыйламасындар, келмейсіңдер. Бәріңізге рахмет осы жерде. Ауылдағы жолдастарыма да рахмет келгелі. Менің шашбауымды көргелі тауып жүрсіңдер осы. Қонақтарды қарсы алып. Қошқарға барғанда болат менің шашбауымды көтеретін. Мен 3 күнге дейін вообще Умайгөді көрмей кетім дейді. Ақша сен қырдан арасып кеткенше мен бұл мекенде болмайын деп. Көрмейін дей ме? Содан кейін есіме көріп сөйтіп. Менде әйел бар екен осы. Ано, қашыратын ойды. Жақты такси. Кет, қиып қойма.